Бүгін Құрбан айт мерекесіне орай қарттар үйінен қарттарымызды Мико кафесіне алып келіп, азғантай болса да көңіл күйін көтеріп, сый құрмет көрсетейік деп Мико кафесіне алып келдік. Барлық қарттарымыз мәз майрам болып отыр, бірақ та көңілдерінде бір қайғы сезіледі, көздерінде бір мұң бар. Біз қанша көңіл көтергенмен ол кісілердің көңілі баяғыдай болып көтерілмейді. Сондықтан да қазірден бастап ата-аналарымыз тірі кезінде қадірлейік. Алыста болса күнде звондап, хабарласып, құшақтап, жаныңызда болса жағдайын біліп тұрыңыздар. Қарттарымыз біздің қазынамыз, сондықтан да ата-аналарыңыздың қадірін жете біліңіздер. Жаралып сұлу тәніміз, беріліп оған жаным. Құрбан айт мерекесі құтты болсын. Айттан айтқа аман есен төрт көзіміз түгел жете берейік, Алла жазса. Мынау білесіздер өздеріңіз Мико кафесі, сіздер постоянно, мен барлығыңызды былай біліп отырмын, танып отырмын, сіздер де бізді танып отырсыздар. Кішкене болса да көңіл күй сыйлайық деп сіздер шақырып отырмыз осында Мико кафесіне. Тамақтарымыз ұнады ма, барлығы жақсы ма? Енді мынау бізден кішкентай болса да азын-аулақ сыйлығымыз бар, барлығыңызға табыстап шығайық, Мико кафесін еске алып киіп жүресіздер ғой. Батаң енді біздің батамыз сіздерге қабыл болсын. Жолдарың ашық болсын, ақ болсын. Алланың көзі дұрыс болсын. Бала шағаларың өсіп өздеріңе үлкен азамат болып тірек болсын. Бүгінгі отырыс өте тамаша болды. Рахмет сіздерге. Мұндай әдемі бай стол дайындап, кеуіліңізден шыққаныңызға. Әрдайым қарттарды, балаларды шақырамыз осы кафеге. Сол себептен де біз сіздерді ұмытпаймыз. Әрдайым осы Мико кафесінде баталарыңызбен біз көгере береміз, Алла жазса. Аман жүріңіздер. Дайынбыз. Болмаса біз келейік. Келіңіздер. Сол жаққа шашлык істеп, ән айтып, бір кеш өткізейік әдемі. Мұсылман халқының майрамы құтты болсын. Осының бәрін жасап бізді шақырып, осындай жақсылыққа біліп өткен мейманхананың иесі дені сау болсын, отбасы аман болсын. Аллам не берсе қайырмен беріп, осындай қызыққа бере берсін. Аллах.